Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәні оқытушы Макеева Камшат Мәулетқызы. Сабақтың тақырыбы Марфуға Айтқожина және Фариза Оңғарсынова. Осы кісілердің шығармашылығымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақты бағалау жүйесі төмендегідей: сабаққа қатысу 1 балл, белсенділік 1 балл, өзін-өзі тексеру сұрақтары 1 балл, сабақ бойынша өз пікірін айтуы 1 балл және үй тапсырмасын орындауы 1 балл. Міне осындай бағалау жүйесі бойынша бүгінгі сабағымыз бағаланатын болады. Келесі кезекте сабағымыздың мақсатымен танысайық. Ақын жайлы мәліметтер тыңдай отырып, жаңа мағлұматтар алуына жағдай туғызып, өлең мазмұнын, құрылысын меңгере отырып, автордың шеберлігімен танысатын боламыз. Жаңа сабаққа кіріспес бұрын үнтаспа арқылы Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Әбиірбек Тінәлиевтің Фариза жан әнінен үзінді тыңдайық. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ағындардың бір жалғыз, бірімізден арылармыз. Ақыры шыдай жалығармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе, жан екем, жаралмаған күресуге, жылай жүріп өтірік күлесіңде. Жүресіңде қоясың, жүресіңде Міне балалар, біз сіздермен Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Фариза Оңғарсыноваға арнап жазған өнегімен таныстық, Фариза жан әнімен. Енді осы Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығы, өмір ғұмыр баяны, еңбектері, марапаттары туралы танысып өтейік. Әдебиет әлеміне өзгеге ұқсамайтын, жігерлі де уытты жырларымен келіп, поэзия патшайымы атанған ақын Фариза Оңғарсынова 1939 жылы Атырау өңірінде дүниеге келіп, 2014 жылы дүниеден өткен. Ақынның Сандуғаш, Қызғұмыр, Маңғыстау маржандары, Мазасыз жүрегімдемін, Шілде, Маңғыстау монологтары, Жүрек күнделігі, Дауа деп аталған жинақтарындағы поэзия әлемі бір буын ұрпақтың сүйіп оқитын жыр сусынына айналды. Қазақ халқының рухани эстетикалық таныммен біте қайнасып кеткен қол өнері, ой өрнегі ұлттық құндылықтың бірі. Әжелер мектебінің өрнекті, есерлі сабағы болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасты болған түскиіз, сырмақ, текемет сияқты бұйымдардың күнделікті тұрмысымыздан алшақтауына бүгінгі тұрмыс тіршіліктің тынысы да себепкер. Ұлт мәдениетін айқындайтын қазақтың осындай қол өнері ақын шығармасына өзек болған. Өлеңнің өн бойында ұлттық өнерге деген құрмет пен ақынның әжесіне деген ыстық сезімі, махаббаты да айқын танылады. Әр ғасырдағы сан түрлі талап, талғамдардан сүрінбей өткен қазақы асыл өрнектің астарына ақын үлкен мән береді. Сүрінбей өтелер ма ғасырлардан әжемнің ойындай жыр өрнегін деп
нағыз асыл ғана уақыт сынынан сүрінбей өте алатынын мойындай, ақын өз шығармашылығына биік талап қояр, ақынның қиялына қанат бітіретін, шабыт сыйлайтын бабалар жолы ұлттық құндылықтар. Ақын өлеңінде нағыз ұлттық нақышты жыр, халқын, елін сүйген жаннан ғана туады дегенде астарлы мағына бар. 6 шумақта қара өлең ұйқасымен жазылған өлеңнің тілі жеңіл, ақын ойы көркем, айшықты. Фариза Оңғарсынованың өмір жайлы мәлімет алдық. Келесі кезекте бізде глоссарий. Бүгінгі жаңа сөздеріміз текемет. Бетіне әртүрлі ою-өрнек салып басылған киіз. Қошқар мүйіз. Қазақтың ұлттық өрнегінің бір түрін қошқар мүйіз деп атаймыз. Желбау. Шаңыраққа 3 жерден байланып, керегеге асып қоятын ою-өрнекті төгілме күлте шашақты құр. Бас құр. Керегелердің бастарын тартып, үйді айналдыра байлайтын өрнектелген жалпақ бау. Тарамыс саусақтар. Еті қашып, сіңірленіп таралған саусақтарды атайды. Және түскиіз, киізден, матадан беті өрнектеліп, тігілген, тұсқа ілінетін бұйым жабдық. Бұл сөздер балалар, бізде қазіргі осы сабақта оюлар өлеңімен танысатын боламыз Фариза Оңғарсынованың. Сол оюлар өлеңінде кездесетін жаңа сөздер. Енді жаңаға айтып өткен Фариза Оңғарсынованың оюлар өлеңін тыңдап көріңіздер. Оюлар. Түрін-ай, текеметтің, асыл қандай. Үңілдім, үнсіз ғана басымды алмай. Келе ғой қошақаным өзіме деп, әжем кеп сипағандай шашымнан жай. Күйімді кешсеңдер-ау сол беттегі, тұрғандай ана көңіл тербеп мені, жан бітіп жайраңдайды жан жағымнан қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. Аңсаумен күнім өтті қанша менің, жел бауда, басқұрда ма аңсау емім. Әжемнің көзіндей бұл оюларды табалмай, дала кезіп шаршап едім. Елестеп көз алдыма сән шақтарым, келгендей құлағыма аңсатқан үн, түрінен текеметтің көріп тұрмын, әжемнің тарамысты саусақтарын. Шебер көп бұл заманда кілеңкерім, болмайтын ажыратып түріңдерін, сүрінбей өталар мағасырлардан, әжемнің оюындай жыр өрнегім. Болардай басқыр өрнек маған медет, белгісі балғыншақтың қарар жебеп, сүйеніп, түс киізге тұрып қаппын, көз жазып, оюлардан қалам ба деп, мөлдір шық жасырынды жанарға кеп. Оюлар өлеңін көрдіңіздер. Келесі слайдта осы оюлар өлеңінің жазбаша түрі көрсетілген. Тағы да анығырақ осы жазбаша өлеңін оқып танысуларыңызға болады. Фариза ақынның өлеңдерінің құдіреті асау мінез, шалт қимыл мен ащы шындықты. Әр сөзі мірдің оғындай. Фариза ақын халықтың мұң мұқтажын көре жүрді, көп мінбеден көтере білді. Қазақстан мәжілісінің депутаты болған кезде ана мен бала туралы заң жобасын әзірлеп, мәжіліс қарауына алғаш ұсынған да Фариза Оңғарсынова еді. Жетім көрсең жебей жүр деп әлеуметтік мәселелер төтесінен қойып, кесіп тұрып айтты, жазды. Бірақ мемлекеттің қоржынында ақша аз деген себеппен ақын жазған заң мақұлдануға жіберілмей қалған болатын. Фариза ақын сүйіспеншілік пен махаббатты 28 жыл үздіксіз жырлаған ақын. Бірде оттай шарпитын, енді бірде алапат дауылдай теңселтетін махаббат сезімін басуға, жүрегін жандырмай, жан дүниесін таза ұстап қалуға көмектескен қандай құдірет күш. Оған да жауапты ақын өлеңдері арқылы берді. Фариза Оңғарсынованың өлеңдерінде жасандылық жоқ, азаматтық лирикасы сыншылдығымен,
қоғамдағы адам мінезіндегі келеңсіз тұстарды дәл нысанаға алумен ерекшеленеді. «Жүрек сенсің» деген өлеңіндегі төмендегі жолдарды оқыған кезде азаматтық сарын, ар-ождан тазалығына тәнті боласыз. Бар сияқты менде де санашыдан, жылағанды демеуге таға асығам. Жасайын-ақ десем де бір астамдық, қорқам ардың айбалта жазасынан. Ақынның творчествосына тән басты қасиет шындыққа бас ию. Оның бұл қасиеті кез келген туындысынан айқын көрініп тұрады. Сол себепті балалар, сіздер осы Фариза Оңғарсынованың тағы да қосымша сабақтан тыс басқа да шығармашылығынан, өлең жолдарынан оқып көрулеріңіз керек, танысуыңыз керек. Өз өлеңдері арқылы ақын біздерді оқырмандардың жанарында мұңы жоқ, жамандықпен көре тұра күреспейтін, жылағанның қайғысын бөліспейтін, құлағанның қолтығынан демемейтін, бәріне риза, бәріне мәз, айналадағы адамдардың тіршілігінен, қоғамдағы өзгеріс жаңалықтардан бейхабар, әрі олардың не болып жатқанында шаруасы жоқ, безбүйрек, өзімшіл, өркөкірек пенделердің болмыс бітімін айғақтайтын поэтикалық портреттермен таныстырып, сондай-ақ өзінің де сондай сүйкімсіз сұмпайы мінезден аулақ болуыңды қалайтын қағидат пікір пайымдап отырады әр өлеңінде. Жүрегіммен жыр қашаған ақынның өлеңдері өмірлік өнеге алатын, ақиқаттан бастау алатын, жан сусынын қандыратын тас бұлақтың таза суындай. Енді Фариза Оңғарсынова туралы айтатын болсақ, міне осындай бір өлеңімен таныстық, оюлар өлеңімен. Келесі біздің сабағымыздың тақырыбы екінші бір керемет ақынымыздың бірі Марфуға Айтқожина деп айтқанбыз. Марфуға Айтқожина 1936 жылы 25 тамызда Құлжа қаласында дүниеге келген. Жыр аққу атанған қазақтың белгілі ақыны. 1956 жылы Құлжадағы қыздар гимназиясын бітіреді. 58 жылы Атамекенге оралып, 65 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін, 71 жылы Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. 61-69 жылдары Қазақ әдебиеті, Қазақстан мұғалімі газеттерінде әдеби қызметкер болып келген. 60 жылдардан бері бүгінгі күнге дейін 25 жыр жинағы шыққан. Алғашқы өлеңдер жинағы 1962 жылы Балғұрақ деген атпен жарияланған. Өлеңдері Балғұрақ, Шыңдағы жазу, Жастық шақ, Аққуым менің, Қарагөз айым, Жарқыра менің жұлдызым, Қыран жеткен, Сағыныш сазы, тағы да басқа өлеңдері жетерлік. Қаншама артық болса да басқа қала, жетерме өз туған жер тас қораңа. Алыс жүрсең құс болып сағынышың, құшақтайма жартасы жастанама. Әлде оған сырлыстық жастамама, әлде одан көтереме алғаш рет шырылдап жатқаныңда асқағана. Әлде адам сарқып барып бар тірлігін, бір уыс топырағын жастанама деп өз туған жері туралы осындай жыр жырлаған. Күрең шай деген өлеңін оқып танысуымызға болады. Жеңеше, шайыңды әкел қаймақтаған, күрең шайдан ұрттасам қайраттанам. Шілдеде де шөліңді қандыратын, бәрінен де сол шайың айбат маған. Жеңеше, шайыңды әкел қаймақтаған, біз бекен біз мал ұстап қой бақпаған. Қойдың сүті қосылған күрең шай ғой, қасіретті де бір сәтте ойлатпаған. Жеңеше, шайыңды әкел қаймақтаған, бетінде дөңгеленген сайғақ далам. Сияқты бір түсі де әдемі екен, қызыл нұр, қызыл жүзде ойнап қалған. Шаршап талып келгенде малын бағып, кең жазира ыстықтан сағымданып, құр шетінен бір тістеп ішкен шай ғой, қалатұғын бір сәтке жаныңды алып. Бұл яғни күрең шай өлеңі ақынның. Орыс тілінде де жазылған шығармалары аз емес. Утверждение, голубые голуби, струна степей, горсть земли, украшение коня, летние
росы деген өлеңдері де жазылып шығарған екен. Орысша жазылған бір өлеңнен танысатын болсақ, ол міне: «Бывают глаза, от которых на сердце лучисто. В них взглянет поэт, и к нему вдохновение стучится. Бывают глаза, в глубине их таятся раздумья. С раздумьями рядом печали бездонные и чисты. Бывают глаза, околдуют невиданным светом, лишь в душу заглянут, и сменится сумрак рассветом. Бывают глаза, обдающие пламенем жарким. Бывают глаза, рядом с ними замерзнешь и летом. Бывают глаза, равнодушно глядящие мимо. Бывают глаза, к ним влечет тебя необъяснимо». Бұл орыс тілінде жазылған өлеңдерінен бір шумақ өлең. Жетістіктері ақынның 2002 жылы «Аңсау» атты жыр жинағына Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығы берілді. Құрмет белгісі ордені, парасат ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталған. Болгарияның достық медалімен марапатталған және де Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл медалімен марапатталған. Міне осындай. Және де бүгін сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Фариза Оңғарсынова халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, парламент мәжілісінің депутаты, сөз өнерінің сазгері, өзгеше бітімді талант иесі. Қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы, дарынды ақын десек болады. Фариза Алланың алашқа деген махаббаты. Фариза елінің еңлік гүлі. Фариза ұлттың ақыны. Фариза жыр сандуғашы. Фаризаның өлеңдері Каспийдің алапат толқынындай айбынды, Каспийдің аққуларындай пәк, туған даласындай кең, аруанасындай маңғаз, күніндей ыстық, тауларындай асқақ деп айтуымызға кеңінен болады екен. Міне біз бүгін осындай екі керемет бір қазақтың туа біткен ақын қыздарымен таныстық. Енді балалар, сіздер осы сабақтан ең жақсы өткен екі нәрсе, ең жақсы өздеріңізге еске қалатындай екі нәрсе ойланып көріңіздер, жазасыздар. Және де қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді? Қалай ойлайсыздар? Осындай екі нәрсені жазасыздар. Яғни біз бұл жерге тағы да қандай нәрселерді қолданған кезде, немесе қандай іс-әрекет, қандай мәліметтер туралы айтқан кезде біздің сабағымыз одан да жақсырақ, маңыздырақ өтер еді деген ойларыңызбен бөлісулеріңізге болады. Осы жерге жазамыз. Және де бүгінгі біздің сабағымызды үйге берілетін тапсырмасы, яғни жаңағы өлеңнің, оюлар өлеңін аудионұсқадан тыңдадыңыздар. Аудионұсқаның астында сіздерге жазбашада берілді. Осы өлеңнің құрылысына қарай талдайсыздар. Сатылай кешенді талдау. Яғни өлеңнің авторы кім жазамыз, тақырыбы, оның идеясы, жанр түрі. Осы өлеңде қанша шумақ бар, қанша тармақ бар, қанша бунақ, буын саны және ұйқас түрін талдап жазып шығамыз. Екінші тапсырма: ою туралы мақал мәтелдер жазу. Және де үшінші тапсырма: Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығы жайында қосымша деректер жинап жазасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін.